Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Нөлден отопление, канализация жүргізу жұмыстары. Таныс болыңыздар. Bir жерден жұмыс алған едім. Мінекей, судың шлангысын қалдырып қойдым. Мына жерде канализацияның трубасы қалып тұр. Ардай жалғастырып алып кетемін. Мына жер қазір трактор келіп қазады. Мына жаққа кольцо қойылды. Мына жерде үйдің участоктың бұрышы. Бұлай қарай баняға да су қалдырып кеттік. Мына жерге дейін. Кейін сол жерден әрі қазып тартып кете беру үшін. Суды таныстыратын болсам, мінекей. Мындай шланг салып, сыртынан мынау температураны ұстап тұрады. Іштегі сырттағыны кіргізбейді. Іштегін сыртқа шығармайды температурасын. Судың қыстығын қатпау үшін осындай көк сыртына кигізіп қояды. Онан кейін радиатордың құлақтары, мына жерге ондық радиатор түседі. Мына жерге ойып қойдым трубаны. Пайкелеп көрсетем, жайрақ жұмыс барсын басталғаннан кейін. Онан кейін мына жерде су кеп кіретіндер мына жерге. Соған астына ойып қойдым. Трубалар бәрі стяжканың астында қалады. Бұл пластик трубаны қабырғамен жүргізуге болмайды. Ол қызған кезде былай ойнап кетеді. Су қызған кезде ішіндегі су. Сол үшін стяжканың ішінде астында қалдырған дұрыс болады. Мінекей кіреберістегі радиатор орны. Солай ойып, стяжканы жиегін қалдырып кеткен мына жігіттер. Стяжкасын құйған кезде тек ана қабырғадан өтетін жерлерді тесіп жібердім. Мына жиекпен полный. Мына жерде тағы бір радиатор тұрады. Мына жақта да сол. Мына жерге. Ар жақта котельня болады. Котельняға тесік қойдым өткізіп. Бұл үйді жаңағы пеноблок дейма, сондай полистирен блок деген бұл, сондай арасында пеноплекстің үгіндісі бар, пенопласттың үгіндісі бар. Пеноплекс деп шатасып кетті. Но екінші жағы котельняға кіретін жері. Мындай полистирен блок. Мына жерге 20 радиатор түседі, мындай құлақшағын төртеуімен сатып қойдым. Пеноблоктар, полистирен блок, газоблок дегенде онша ұстай бермейді. Сосын мына жерге клей жабыстырдым, афикстің клейін. Пластмассының сыртына бір салып жібердім. Пластмасс салғаннан кейін темір салатын кезде тағы ішіне клей құйып, қазір қатты мына. Мықты ұстап тұр, қозғалмайды. Болмаса мынау тербетіп, іші бос болған соң қозғалып кетеді. Мына жерде тағы 15 радиатор түседі. Угловой кран қабырғаға қарап тұрады. Сол қабырғаның ішіне шығып ламинатқа кедергі болмайды. Плинтусқа теп-тегіс жаға бересіздер. Мына жиекпен жүреді бұнда да. Болғаннан кейін. Мына жерді пайкелеп болғаннан кейін радиаторын аяғын трубасын шығып болғаннан пена құйып шығу керек. Мына жерде сол бәр жеріне пена құйылып шығады. Мындай құлақшалармен 20 радиатор болған соң 4 құлақша ілдім. Қалғандарына да 4 өлімді, 15-тіктерді 4 өміліп қойдым. Қабырға слабый өткен. Қызыл кірпіш болатын болса, 2 жерден іліп қойсаң жеткілікті. Бұны бәрі клейленген, қатып тұр. Қабырғаның астына. Тесік стяж құям, штукатур істетем деген кісілер болатса, алдыңғы видеода шығады. Бұның штукатуркасы бригаданың телефон нөмірі. Содан көріп, жұмысымен таныстырсаңыздар болады. Бұл бригада тоқта тартады екен, липкас тартады екен. Сосын тоқ жүргізіп береді, полный кухняның несі. Фартук кухня гарнитурасы. Потолок, ламинат, обой барлығын істейді екен, чистовой евроремонт үйдің ішіндегі. Алдыңғы видеода шығады жұмыстары. Штукатуркасында осы кісілер істеген. Стяжкасында осы кісілер құйған. Осы үйдің өрт берген. Басқа бригада, сонан кейінгісін. Бөлек-бөлек бригада жалдамайсыздар. Обойға бір бөлек, ламинатқа бір бөлек, клипкасқа бір бөлек жалдап жүрмейсіздер. Сосын отоплениеге қатысты трубалар. Мындай стекловодтың ана жер қызыл болып тұр менде, қоңырлау сәл. Ашық қызыл, жасыл, көк сондай стекловодтың салған дұрыс.
ыстық судың трубасы дейді. Сосын мына жіңішке трубаны су тартқанда мұздай судың трубасын алып жүрмей қойыңыздар. Мұздай судың трубасының пайкасы слабый болады. Мына ыстық судың алған дұрыс. Пайкасы жақсы болады. Ішінде стеклосы болады. Мына радиаторлар осы бөлмеге қойылады. Арасына кардон қойып жинақ қойған дұрыс болады. Болмаса сызылып қалады беттері. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Кешегі видеоның жалғасы. Радиаторларын қойып, пеналап кеткен едім. Онан кейін стяжкасын құйып, трубаның бетіне тегістігін шығарып жатыр екен. Енді ана жерден ары қарай тағы тартамын қалған трубаларын. Клипкасын тартып қойған. Мына жерге полный фартук жүргізіп, мынадан ары қарай. Мына жерге кухняның мойкасы болады. Ванна бөлме. Мына жерге кір машина. Умывальник түседі, онан кейін ванна, мына жерге канализация, унитаз, мына жерге радиатор түседі. Келесі бөлмелер. Барлығына труба жүргізіп кетіп едім. Онан кейін биылда істеп отқан жігіттер стяжкасын құйып, пенасын кесіп алып тастап, артығының роттан тартып кетті. Откостарын шығарған үйдің алдыңғы видеода шықты. Бұл бригаданың жұмыстары. Ертең чистовой бітіргеннен кейін де жұмыс барысын арасында таныстырып отырамын. Әзірге тоқ жүргізу, откос шығару, радиаторлардың түбін бітеу, сосын полный лепкасқа түседі. Мына жерге арка істеп жатыр. Арканың нөлін шығарып жатыр. Өлбенің қырын, откосын. Осылай отопление жүргізу. Ламинатқа кедергі болмайды. Қабырғаға. Мына жерге телевизорға кабелін бірден қалдырып кетеді екен. Екі розетка, телевизор, кабелі мынау. Лайк басып пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Алдағы уақытта тағы видеолар шығатын болады. Мына жерге телевизор ілінсе, артында розетка, мына жерге переноска, кабель сүйреп жүрмейсіздер. Ар жақтан қабырғадан көрінбей тұрады, бәрі келіп тұр. Ана розетка мына жаққа переноска тартпайсыздар. Ана жақтан бері кабель салып жатпайсыздар. Телефон, телевизор тартатын. Онан кейінгі мына жерде қазып дайындап қойдым, бетонын ойып, алдыңғы видеода бар. Мына жерге умывальник, кір машина, кабина түседі, душовый кабина. Мына жерге унитаз түседі. Канализацияның жолы. Мына жерге мұздай су келді. Мына жерге кранменен, главный кранмен жауып, ашатын қылып жүрем былай қарай. Суды жалғастырып алып кетеміз. Мына күрек тұрған жерге сүлгі кеп тұретін білінеді. Болғаннан кейін тағы видеоның жалғасы болады. Қазір трубаларын тартайын деп жатырмын. Ыстық суын, мұздай суын, канализациясын.